кейбір функциялардан туын тапқанда оның аргументтерінің алдындағы коэффициенттің есеп жауабына қатысы. Мысалы, косинус 4х минус 4-тің туындысын табатын болсақ, бірінші сыртқы функция косинус туындысы минус синус 4х минус 4 көбейтілген жашардың ішінен туын табатын болсақ 4 болады. Сонда мына есептің туындысының жауабы минус 4 синус 4х минус 4. Ендігі келесі мысал. Синус жашардың ішінде бір азайтылған 3х болсын. Осыдан туын табатын болсақ, синустың туындысы ол косинус, бір азайтылған 3х аргумент, және аргументтің туындысы 1,0 минус 3х туын табатын болсақ, минус 3 шығады. Минус 3 көбейтілген косинус 1 минус 3х. Яғни функциялардың аргументтері күрделі болған жағдайда туынды табудың ережесі осы. Мысалы, e-нің 3х квадрат дәрежесінен туын табатын болсақ, e-нің қандай дәрежесі болса да 5 шығады, 3х квадрат және көбейтілген 3х квадрат дәрежесінің туындысы. Дәрежесі күрделі болса, одан туын табамыз. 6х көбейтілген e-нің 3х квадрат болады туындысы. Келесі ln x болатын болса, ln x-ің туындысы бір бөлінген x. Егер ln жашардың ішінде 4х минус 1 болатын болса, онда туындысы 4х минус 1 бөлінген 1 көбейтілген 4х минус 1-ден туын табатын болсақ, 4х-тікі 4 шығады. Минус 1-тікі 0. Сонда 4 бөлінген 4х минус 1. Енді интегралдың ішіндегі, мысалы, интегралдың ішінде синус 2х болатын, 2х dx-дан интеграл табатын болсақ, мына жерде мынандай болу керек. Минус косинус 2х шығады, осылған с. Мынадан туын табатын болсақ, мына ереже бойынша туынды табатын болсақ, біздер аргументтен туын табамыз ғой. Мынадан қазір туын тапқанда минус синус плюс синус 2х шығады, көбейтілген 2х туындысы 2 шығады. Демек, 2 деген көбейткіш болу керек. 2 деген көбейткіші пайда болады. Бұндай жағдайда біздер оның алдына x санында коэффициентін шығарамыз. Міне 1 бөлінген 2 деп. Сонда ғана минус 2-ден 1 көбейтілген косинус 2х-тан туынды табатын болсақ, с-ның туындысы 0-ге тең. Минус 2-ден 1 көбейтілген косинустың туындысы минус синус 2х көбейтілген 2х-тың туындысы ол мынадан 2 шығады, ол 2 мынаумен қысқарады, минус минус плюс болады да, ең соңында синус 2х шығады. Сондықтан мынандай формула болады. Яғни кез келген интеграл үшін, мысалы, ол синус болсын, косинус болсын, яғни x-тің дәрежесі 1 болса, және алдында қандай да бір коэффициент болса, онда бұл 1 бөлінген k f kx ретінде шығады. Осы нәрсені қасиетті білу керекпіз. Мысалы, 1 бөлінген 4х интегралдың ішінде қосылған 1dx дейтін функцияның туын табу керек болатын болса, одан бізде шығады, яғни x-тің дәрежесі 1 ғой. Сондықтан ln ол 4х плюс 1 деп шығарамыз, қосылған с. Ал мына жерде білеміз, x-тің дәрежесі 1 және алдында коэффициент бар. Сондықтан 1 бөлінген 4 деп алдына шығарамыз. Өйткені мынадан қазір туын табатын болсаңыздар, 4-тен 1
көбейтілген ln x-ің туындысы ол 1 бөлінген 4x плюс 1 көбейтілген 4x плюс 1-ден туын тапсақ 1-дікі 0, 4x-дан туын тапсақ 4 шығады. Сол кезде 4 қысқарады да бізде интегралдан шыққан нәрседен, мысалы интегралдан мынандай нәрсе шықты, ал одан туын тапқанда интегралдың іші кері шығу керек. Ал егер кері шықпаса, онда біз интеграл дұрыс таппадық деген сөз.